балалар, жаңа сабағымыз. Жаңа сабаққа да біз классрумға қайтадан кіреміз, балалар. Классрумға кіреміз да, ол жерде УМК бар. Мен сіздерге салып қойған, презентация салып қойған. Сол презентацияны қазір барлығын ашамыз. Презентацияны қазір ашып алайық. Так, презентацияны ашамыз да, барлығымыз дәптерімізді аламыз. Бүгінгі күннің тақырыбы қазақ философиясының кезеңдері деп аталады. Барлығымыз жазамыз. Мінекей, қазақ философиясы, халық медицинасының проблемалары. Сабақтың мақсаты көрсетілген бұл жерде. Сол сияқты сабақтың жоспары бар. Және қазақ философиясының жалпы ерекшелігі. Бұл тәңірге, аруаққа, тәубеге сыйыну болып табылады екен. Және сол сияқты қазақ философиясын біз жалпы үш кезеңге бөліп қарастырамыз. Ол бірінші, ерте заманнан 12-ші ғасырға дейінгі уақыт қамтитын алғы философия деп аталатын кезең. Екіншісі 15-ші ғасырдан 20-ші ғасырға дейінгі философиялық кезең деп аталынады. Одан кейінгі 20-ші ғасырдан қазіргі уақытқа дейін қазақ философиясы деп аталады. Енді осыған байланысты қазір осы презентацияның ішінде көптеген тапсырмалар бар. Оның ішінде мысалы Абайдың қара сөздері, солардың философиялық мәнін ашу деген сияқты тапсырмаларда берілген. Мысалы, мінекей, онда мынандай Абайдың қара сөзі берілген. Адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманда Міне осының философиялық мәнін ашады балалар. Философиялық мәнін ашады осы тапсырманың. Одан кейінгі тағы да мынандай тапсырмалар. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасының кезекті саны. Ертеде ғұлама Әл-Фараби тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген. Демек, адам баласына ең бірінші білімнен бұрын тәрбиенің маңызы зор. Бүгінгі хабарымыз да сол туралы. Мінекей, осындай тапсырмалар. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы. Осындай тапсырмалар бар. Мінекей, осылардың барлығын балалар қарап отырып, тапсырманы орындайды да жаңағы білім сайтына, менің классрум сайтына жіберіп отырады. Міне осылай біз қашықтықта оқытуды балалармен осындай түрлі презентациялар, түрлі видеолар, роликтар неше түрлі жіберу арқылы балалармен қашықтықта осындай байланыста отырып, және олармен кері байланысты осылай жасап отырмыз. Жақсы, сау болыңыздар.